Қуан қазақ елі. Бізде тағы да 3 ұпай бар және тағы да бір қадамды Германияда өтетін Еуро чемпионатына жасадық. Біз үшін, қазақ елі үшін өте жақсы және сәтті ойын болды. Максим Самородов супер гол жасады. Жас талант өзін әлемге осылайша таныстыруда. Оған тіпті голың жақсы болды деп ел президенті де қолын алып мақтай түсті. Хороший гол забил. Понравилось. Бұл тартысты ойынды көруге Қасым-Жомарт Тоқаев та келді. Онымен қоса әлемдік жұлдыз Геннадий Головкин мен Шавкат Рахмонов та болды. Жарайды, бұл кісілерді бәрі айтып жатыр. Одан бөлек сонау Түркістаннан мен де келдім. Дәл президент пен Головкинге қарама-қарсы отырған жайым бар. Арамызды тек алаң ғана бөлді. Ал соңғырдан келгеніме өкінбеймін. Келіп көретіндей матч болды. Негізі басында влог секілді түсірем деп ойлап едім, алайда ойда жоқта Астананың ауа райына аллергия масқынып, влог түгілі дем алудың өзі қиын болып кетті. Бірақ матчтағы атмосфера ондай мазасыздықты уақытша болсын ұмыттырды. Көк туымызды үлкен етіп шығарған кезде де жайына көмек бердім. Рухты әрі қызықты сәт. Енді осы матчқа шолу жасап, кім қалай ойнады, кім дұрыс емес ойнады, осы жайлы әңгіме өрбітейік. Біздің демеушіміз ешқашан бәс тікпе атты кеңсе. Себебі біз берекелді не болғанын қалаймыз. Сіздермен бірге желаяқтарыңыз және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде ардама жазылып кетіңіз. Ерінбеңіз. Сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Астанаға баруды о баста жоспарлап, түнделетіп ұшақпен тез жеттім. Астананың суығы Түркістанға қарағанда әжептәуір екен. Соңғы рет 2009 жыл келген болатынмын. Ол кезде тіпті Астана аренаның өзі енді салынып жатқан. 14 жылдың ішінде біраз нәрсе өзгеріп кетіпті. Досым қаланы аралатып, Орта Азиядағы ең үлкен мешітке апарды. Астанаға келіп тұрып, бұл мешітке кірмесем болмайды. Расымен де көз тоймайтын үлкен әдем екен. Іші болса ғажап, мақтай беруге сөзім жетпес. Сонымен матч күні адам деген ылық толы. Солтүстік Ирландияның Instagram аккаунты матч күніне байланысты әдемі постер шығарыпты. Өткен жолда осылай етіп еді, осы жолда ерекше жасапты. Осы үшін құрмет. Ал менің алғаш алаңды көргенім ерекше сезімді сыйлады. Әдетте теледидардан көріп қалған алаңды көзбен көру деген мүлде бөлек екен. Ойынға дейін бір жігіттер ту таратып жатыр. Сол Нұрлан Қойынбаевтың таратып жатқан туыма білмеймін, бірақ жеке өзім көк туымызды алғаныма риза болып қалдым. Қазірдің өзінде бөлмеме іліп қойдым. Матчқа оралайық. Негізгі құрам өткен құраммен салыстырған әжептәуір өзгерген. Алаңға бірден Тапалов, Ораз, Бейсебеков пен Самородов шықты. Міне осы нағыз доп ұстайтын құрам деп айтуға болады. Ортада доп жүргізе алатын Рамазан, пас беретін Асхат, допты алып қоятын Абзал және соққыға ашылатын Бақтияр бар. Ойын басталды. Алайда ойынның 18 минутына дейін мардымды болатындай шабуыл болған жоқ. Не біз жақта, не арғы жақтың ауыз толтырып айтатындай соққыны көрмедім. Тек сол 19 минутта Зайнутдинов қарсылас команданың қақпасын тексеріп көрді. Қисық соққы. 27 минутта ауыттан ойнатқан допты Абзал Бейсебеков ортада ашылған Максимге берді. Самородов көп ойланбастан допты бір тартып жасаған соққысы қақпашының көңіл күйін түсіріп жіберді. Есеп 1-0. Соққы негізі ондай жойқын жасалмады. Алайда Роналдоның тебістінде доп төмен қарай бағыт алып шықты. Мұндай соққыны жасаудың өзі қиын. Ал қақпашыларға ұстау тіпті ауыр. Максимнің бұл ұлттық құрамадағы екінші голы. Голды өз көзіммен алаңда көрдім. Өзімнің ұялы телефоныма да түсіріп алдым. Эмоцияға толы сәт болған соң камерасы қайда қарап тұрғанда байқамаппын. Халық гу етіп шулай түсті. Осы сәтте ашығын айтқанда ирландықтар гол болады деп ойлаған жоқ. Тіпті біз де бір қауіпті сәтте бұл кезге қатты мән бермедік. Жоқ жерден гол деп осынай. 30 минутта Варговскийдің пасына жете алмай қалған Максим орта жолдан құлап түседі. Алайда төреші сен өтірік құладың деп сары қағаз көрсетті. Бұл жерде ешкім пенальти деп сұраған да жоқ қой. Сары қағаз не үшін? 40 минутта супер сейв. Шацкиден бе? Жоқ, тағы да сол аты жиі айтылып жатқан Максим Самородовтан. Аш қақпаға кіріп бара жатқан допты қайтарып жібереді. Оны қарсыластар тағы да тебіндеп жатқан кезде әліп артынша көмек береді. Шабуылшы соңғы қорғаушының қызметін қалай атқарып кетті деген өте қызық. Мына матч қызыққа толы. Максим гол салды, голдан құтқарды. Сарыны да алды, екінші тайме жарақатпен қосалып құрамға да кетті. Білгенін істеді қысқасы. Бүгін бұл жігітке бәрі жарасады. Әрине жарақаты өте жеңіл, шаршау ғана болсын деп тілейміз. Осымен бірінші тайм бітті. Статистикаға қараса, соққылар саны қарсыластарда көп. Алайда оның бәрін қауіпті деп айтуға келмейді. Екінші таймға алаңға Ян Варговскийдің орнына Тимур Досмағамбетов шықты. Неге деп сұрақ қоятын боласыздар. Себебі Ян бүгін Ян емес. Мұндай нашар ойынды тіпті ішкі біріншілікте сирек көремін. Ал ұлттық құрамада мұндай ойынға жол жоқ. Не болған бұл жігітке? Допты қабылдай алмай қалады, пастары қисық. Тебетін кезде қате пас береді. Өте әлсіз ойнады. Білесіздер ғой, Ян бар жерде керемет ассист пен әдемі сол қапталдан шабуылдар болатын. Бұл жолы Варговскийдің ондайдың біреуі де болмады. Ұлттық құраманың жұлдызы мен лидерлерінің біріне мұндай жараспайды.
себебі бізге үйреніп қалған Янның ойыны ұнайды. Келесі ойындарда жақсы көңіл күймен шығады деп сенемін. Әйтпесе бұл жігіттің орнын толыққанды сол қасиеттермен басатын ойыншы жоқ. 40 минутта солтүстік Ирландия ойыншыларынан құйтырқы соққылар болды. Бірінші Ши Чарльз жай соққы жасайды. Ал артынша бұл соққыны Конор Вашингтон жалғап әкетіп, қақпаға қаттырақ бағыттап жібереді. Міне осы жерде Шацки тамаша сейв жасай білді. Бекерден бекер оны кірпіштен жасалған қабырға деп атамайды ғой. 80 минутта доп бірнеше пастардан кейін капитанымыз Асқат Тағыберген аяғына түседі. Даниямен болған ойындағы жерден салған жер дәл сондай минуттар. Соққы, алайда қақпашы қайтарып жіберді. Екінші тайм қосылған 4 минутта қарсылас команда баспен өте қауіпті соққы жасайды. Бірақ соққы біздің қуанышымызға орай қисық ұшады. Әйтпесе мұндай аяқ асты соққылар голмен аяқталатынын білеміз. Қосымша қосылған 6 минутта біздің құрам айып соққысын тебуге мүмкіндік алады. Нүктеде Асқат Тағыберген. Бұл жерден Асекең талай рет гол салып көрген. Алайда соққы өте жойқын болғанымен жоғары кетіп қалды. Шын айтсам, гол болады деп ойладым. Осы маусымда Тағыберген айып соққысының 70% гол болды-ау деймін қателеспесем. Бірақ бұл жолы сәттілік жетіспеді. Матч тамашалап жатқан кездегі бір қызықты айтайын. Солтүстік Ирландияның қақпашысы алаңның ортасына дейін шығып алған. Бір ғана сәтте емес, ойынның көп бөлігін осылай ойнады. Ал біздің ойыншылар допты алып қойған кезде қақпаға тура бағыттауға батылдар жетпеді. Бәлкім Асқат Тағыбергенге түскен кезде соққы болар ма еді, білмеймін. Бірақ соққысының күші жететіні анық. Дэвид Бекхэм, Хақан Чалханоғлу, Дэн Станкович секілді жойқын әрі тура тебуде өте қиын болар. Өзім теуіп зерттеп көрмеген соң бұл эпизодқа артық әңгіме айтпаймын. Матчтан кейін киінетін бөлмеге ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев келіп жігіттерді құттықтады. Құтты болсын, бүгін жақсы ойын болды. Шеберлікті көрсетіңіздер бүгін. Керемет, жұрт бәрі риза. Одан кейін капитан президентке доп сыйлап, қызық жағдайға тап болдық. Командамыздың атынан сізге сыйлық қолдауларыңызға көптен-көп рахмет. Мұндайды тек Нұралы әліп қана жасайды. Футбол федерациясының президентінің басына сүйетінде Нұралы. Видеоны көріп, көңіл күйім көтерілгені рас. Ал Софаско бойынша үздік деп Максим Самородов, екінші орында Игорь Шацки танылыпты. Посвящаю кому? Ну, естественно, своим родным, своей любимой, всему Казахстану. Алга, Казахстан. Ну, во-первых, мы одна команда. Мы в очередной раз доказали, что мы большая команда с большим сердцем. Одна настоящая семья. Один за всех и все за одного. Өткен ойында 30 мың 19 адам келген еді ғой. Бұл жолы мен келсем де 28.458 адам ғана келіпті. Халық қуанышты. Бір гол салса да, жеңістің аты жеңіс. Мен ризамын, сіздер де ризасыздар. Жақсы көңіл күй кімге артық болар дейсіз. Сіздермен бірге желаяқтар арнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Видеода айтылғанның барлығы менің жеке пікірлерім. Ешкімді кемсітіп, не ренжітемін деген ойым жоқ. Алға жігіттер, алға Қазақстан. Жеңісті күндерде жолыққанша. Сау саламат.